полиция аға лейтенанты Қоныс марапаттауға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Медеу ауданына қызметке түстік. Тереңкөлдің бойында коляска суға түсіп кетті деп шақыртуға бардық. Барсақ әйел адам айтуы бойынша ненің жанына көшеден пешеходтан өтеміз деп тұрған кезде бала жылап кетті дейді. Соны көтерген кезде ана несін баспаппын дейді, тежегішін. Содан суға түсіп кетті дейді. Содан полиция шақырып көмектесетін шығар деген оймен шақырдым деді. Сол сөздерден кейін суға тура келді. Қарадық, ана судың ағысы жақсы болды. Қатты ағып жатты. Содан қарасақ колясканы көпірдің астына кіріп кетті. Содан аяқ киімін шешіп, шалбарын түріп, суға кіріп, коляскасын алып бердім ішіндегі затымен. Бәрімізде де ана бар, бәрімізде де жұбайларымыз бар, бала шағамыз бар. Ол әр полицияның қызметкерінің міндеті деп ойлаймын.